сүйінші қазақ еліне плюс 1,020 будық қой, короче. Енді Жигулиді кішкене бір шығардық. Кішкене әдемілеп, екінші номерін тек артынан тағатын боламыз. Үшім әдем болып тұр енді. Бұл машинамен либо бір бәле істейміз, либо бұл бізден бір бәле істейді ғой, короче. Кім істейді ғой, вот в чем вопрос. Кім ойнап тұр? Біріншіден, бүгін менің клипім шығады, жазығым не деген өлеңге. Екіншіден, мен бүгін күшті бір мероприятияға баратырмын, сол үшін бір кішкене сықиып киініп алдым, сосын көрсетемін не киіп алғанымды. Үшіншіден, бүгін Заринамен кездесем. В общем, кәдімгідей бір насыщенный күн ойнап тұр, поэтому менімен бірге болыңыздар, болмасаңыздар өздеріңіз көресіздер жақсы жағынан. Жобадан шыға салайын ба деген сияқты әңгімелер тұрды да, сосын мен айттым, енді жүрегің қалауы болсын, типа шыққың келсе, шыққым де кетем, болды, ұйқы деймін, короче. Типа енді просто бұл кісіде де енді андай ғой, типа ондай менде де болады, по идее. То чего-то хочешь, то чего-то не хочешь. Мен де бүйтіп мына жағына қарадым да, короче, бұл кісі де енді ойлайды, кішкене қорқады, вдруг сонша типа күшті болып келеді, может мен тастап кетемін деген сияқты бұда сомнениялар болады, или вдруг оған ұнамай қалады деген сияқты сұрақтар пайда болады. Сөзіңізді бөлейінші, Зарина, сіз жобамен қоштасқыңыз келіп жүр ма? Или ол менімен қоштасқысы келді ма, білмеймін енді. В общем, туда-сюда, короче. Мәссаған. Зарина. Нұртас красавчик. Күшті кетіп жатыр. Зарина, үнсіз қалғаныңызға таңғалып отырмын. Өзіңе қалай жұмыс жасайсың, қалай осындай болуға болады деген сияқты. И вот, мен сіздерге бір секретімді ашайын. Вот менің апайым, осы апаймен біз часто жұмыс істейміз. Бір жылына кем дегенде бір 3-4 рет келем, сөйтіп неше түрлі нәрселерді сөйлесеміз. Получается, бұл как енді сіз как психолог, психотерапевт, доктор, короче. Неше түрлі әңгімелер айтып, мені разобрать етеміз, менің ішкі жан дүниемді айтып жатқанын осы апайдың арқасында кішкене біліп аламын, неше түрлі тесттер арқылы. Сіздерге де бір кішкене бір басқаша бір ситуация болып өздеріңіз түсінбей жүрсеңіздер, психотерапевттерге или психологтарға барған это нормально. Просто көбіндер ойлайды, типа психологқа бару, это значит ты псих деген сияқты, короче. Снесен. Он наконец-то дошел тоже, откидывается. Саламатсыз ба? Қалайсыз?